Амансыздар балар, қалдарың қалай? Балар, мынандай бір есеп қарастырайық. Тербелмелік контур индуктивтігі 1 милли генри катушка мен символдары 500 пикофарада және 200 пикофарада болатын тізбекте жалғанған конденсаторлардан тұрады. Осы тербелмелік контур қандай толқын ұзындығына арналған? Балар, мен сұлбаны салып қойдым, осы сұлбаға қарап, қазір біз жалпы осы тізбекте жалған екі конденсатордың жалпы сыйымдылығын өрнектеп шығарғанға қажет болады екен. Сонымен толқын ұзындығы формуласын жазайық балар. Өзіміз білетін лямбда тең болады v көбейтілген t. Бірінші формула. Енді тербелме, идеал тербелме контурға арналған Томсон формуласын жазсақ болды екен. 2π турасында ел көбейтілген нардасы жалпы балар. Тізбекте жалғанған екі конденсатордың жалпы сыйымдылығы 2. Енді бұл жерде балар тізбекте жалған кезде тоқтың шамасы өзара тең. И тең болады I1 тең 2. И дегеніміз енді Q бөлінген T тең болады Q1 бөлінген T плюс уақыттары бірде балар тең болады. Мынарда тең болады Q2 бөлінген T. Уақыттарын қысқартып жіберіп, яғни бізді зарядтың таралуы да бірде екен әрбір конденсаторға 4. Сонымен Q тең болады Q1 тең Q2 деп жазуымызға болады 5. Енді бұл жерде бірақ жалпы кернеу әрбір конденсатордың кернеу қосындысына тең. Тізбекте жалғанда біз оны жақсы білеміз. Балар, сыныпта тәжірибеден қорытып шығарып алғанбыз. Енді U дегеніміз сыйымдылық арқылы белгілейтін болсақ, Q бөлінген S U1 бөлінген S1 U2-не жазайық балар. U2 тең болады Q2 бөлінген S2 9. 7, 8, 9-ды 6-ға қойық деп жазып қойық балар. 7, 8, 9-ды 6-ға қоямыз. Жазып қойық. Сонымен Q бөлінген S тең болады Q1 бөлінген S1 қосу Q2 бөлінген S2. Бұл біздің 13 теңде болды. Зарядтардың шамалары өзара тең. Қысқартып жіберуге болады. Сонымен қалғанын жазайық балар. 1 бөлінген S тең болады 1 бөлінген S1 қосу 1 бөлінген S2. Бұл балар сіздерге жай ғана түсінікті болу үшін еске түсіріп жатырмыз. Яғни конденсаторда тізбекте жалған кезде жалпы сыйымдылықты өрнектеп. Бұл енді өте қарапайым болса да біраз арасында еске түсіріп қойық балар. S2 қосу S1. Бірізден 11 теңде. Енді сыны өрнектеп жазатын болсақ, аламы бөлімін алымына кері айландырып жазсақ болды екен. S2 қосу S1. Бұл енді біздің жалпы қой балар. Жалпы кернеуіміз шықты. Бұл біздің 12. Елге жалпы деп жазып қойық балар. Жалпы сыйымдылығымыз шықты. Енді 12-ні біз балар 12-ні екінші теңдеге қойсақ болды екен. Жазып қойық балар. 12-ні 2-ге қоямыз. Сонымен ара толқын ұзындығы өрнектеп шығарайық. Лямбда тең болады 2π көбейтілген V турасында ел бөлшексіз қойық болар. Ел жақшаның ішінде S2 қосу керісінше S1 жерге турасында жазайық. Дұрыса отырып ел S1 көбейтілген S2 қосу S1 деп осылай өте шағын жинақталған формула қорытып шығарып алдық. Сонымен лямбда тең болады 628 көбейтілген 3 көбейтілген 18 дәресі метр бөлінген секунд. Турасында лямбдамыз
Bizden балар 10-3 дәрес кенер екен. 10-3 дәресі кенері көбіткен сыбырымыз 5-10-10 дәресі фарада. Екіншісі 2-10-10 дәресі. 2-10-10 дәресі фарада. Енді 2-ке 5 қоссақ 7 балар. Бірінші жасақ 7-10-10 дәресі фарада болды. Енді бірлігін шығарайық балар. -10 мен -10 қосылар кетсін. Одан 2-ні 5-ке өйтсек 10 плюс 10. -13 плюс -12. Төртінші шығарайық -6 болды. Сонымен -6-тан 8 алсақ 10-ның 2 дәресі қалды. 10-ның 2 дәресі метр. Фарада мен фараданы қысқарттық. Кеңірек көзілген фарада секунд квадрат, одан секунд шығады. Метр шықты балар. Сонымен бірлігі шықты. Енді балар бізге түбірасында 7-ден түбір шығарып, сонген үшеуін бір-біріне көбейте салу ғана қалды. Соны 7-ке бөле саламыз. Яғни 6,28 көбейту 3, 18,84. 18,184 бөлінген түбірасында 7. Осындай бір жақсы формула шықты. Лямбда тең болады 18,184 бөлінген 7-тен түбір шығара салайық балар. 7 2,65 деп алсақ 2,64 5 тағы да сөйіқтік сипірі бар. Соны 10-ның 2 дәресі метр тең болады. 18,184 бөлінген 2,164 57 712 дейді бала. 712 соқтегі бар, сонда 710 бір деп жазуға болады ғой. Тағы да соқтегіктер бар. 712 712 ғой, 100-ге көйіп тұрым балар. Метр. Өмір лямбда тең болады. 712 метр болды. Жауын жазсырайық балар. Жауабы лямбда тең болады. 712 метр шықты. Осымен балар сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.